Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Біздер Адлер тауықтарын міне бөліп тастадық. Осы жерде жатыр, міне өзімен өздері. Так, осы Адлердің жұмыртқасына заказ алам. 8 тауық, бір әтеш жүр. Алла қосса тағы бір әтеш келетін болады. Алла амандығын берсе, осыларға заказ аламан. Мінекей. Бір штук жұмыртқа 200 теңгеден болады. Инкубаторға заказ алам, жинап берем. 50% оплата төлеп тастайсыздар, содан кейін сіздерге жұмыртқаны жинап беретін болам. Номер қалдыра алмаймын, потому что менде WhatsApp группа ашып қойдым, сол WhatsApp'тан жазсаңыздар болады. Немесе өзімнің мына жерге WhatsApp'ымды қалдырам, соған жасасыздар. Осы окраскалар бәрі өте керемет. Так, мында балапандарды бөліп тастадым, міне. Мына балапандар сатылады. Бағасы әзірге 2000-нан, енді бір аптадан кейін бағасы 2500 теңге болады Адлердің бір штукі. Браманың бір штукі балапанның 2500 теңге болады бір аптадан кейін. Әзірге 2000 теңге. Ішінде тауығы да, әтеші де бар. Так, мында австралоктың 2 әтеші жүр. Алла берсе, бұған да бір 4-5 тауық алып келем. Мына әтешті алып қалам да, мына әтешті сатып жіберейін деп жатырмын. Потому что менде 2 әтешке жететіндей ондай 10 шақты тауық емес. Бір 3-4-5 тауық жарайды. Жұмыртқасын жинап беруге болады. 5 тауық менде. Енді Адлерді білмейміз, көреміз. Адлер тағы да аламыз, алмаймыз да. Пока енді осы Адлер жарайды. Енді бір әтешін алсам, сонда общий 10 басқа 8 тауық 2 әтеш болады. Оплоты мықты болады енді бар ғой. Сіздерге өтейін. Алатын болсаңыздар, хабарласасыздар ғой. Пока енді әзірге айтатын ешқандай жаңалық жоқ. Қораның ішін өзгерттік. Осылайынан ар жағынан жарық түсу үшін осыны қойып қойдым. Орталарын ашып, мыналарға сыймайтын болғасын тауықтар. Туатын үйшік жасап қойдым, үшеуін. Қонақтайтын жасап қойдым. Енді мынандай 5 сеткі бар. Тағанда мынандай сеткілер бар. Пока енді тауық аз. Сол себепті ондай көп жасамаймыз. Мыналарда 4 ие, мыналарда 3 ие тұр. Пока жарайды деген ойдамын. Енді шөптерін әкеп, шөп салу керек. Сол айтатын пока осы жаңалықтар сіздерге. Айтпақшы қаздар өтіп кетті. Қаздың балапандары менде жоқ енді. Сосын домашний тауықтар жоқ, барлығы сатылып кетті.